Баршаңызға қайырлы күн, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге шелпектің рецептімен бөлісетін боламын. Менімен бірге болыңыздар. Бұл шелпекке ешқандай жұмыртқа, сода қосылмайды. Сондықтан аяғына дейін көріңіздер. Бізге керегі ұн, кішкене ғана сұйық май қосамыз, және тұз и су қосып қамыр қылып илейміз. Тек қана осы ингредиенттермен иленеді. Қамыр жалпы қаттылау болып илену керек. Илеп болғаннан кейін ыдысымызға саламыз, бетін жауып қоямыз. Иін қандырып 2-3 рет 10-15 минут сайын қайырып тұрамыз. Менде иі қанды, міне мен 2 рет жасадым, 15 минут сайын. Енді бұны тура 2 бөлікке бөлеміз. Одан кейін тағы да бөліктерге бөлеміз. Жалпы 7-ге бөлеміз. Бөліп алған бөліктерді тағы да ыдысқа саламыз. Өйткені бірден жаюға болмайды. Кішкене тағы да 10 минуттай тұрып, содан кейін барып жайсақ, жаюға ыңғайлы болады және тегіс жайылады. Менде уақыт өтті, енді кішкене ұн себеміз де жаямыз. Осылай жайып аламыз. Жайып алғаннан кейін мен барлығын жайып алам бірінші, содан кейін пісіреміз. Өйткені бұлар тез пісетін болады. Жайып бір шетке қоямыз. Енді майымызды қыздырып барып саламыз. Салғаннан кейін қасықтың вилканың көмегімен осылай басып барып пісіріп аламыз. Тез піседі, одан кейін тез піскендіктен тезірек пісіріп алу керек. Өйткені жаңағы майды сорып алады, содан кейін майлы болып қалатын болады. Осындай қатты қызармайды, ондай кішкене ақшылдау болады. Ол нормально. Міне мен осылай пісіріп аламын шелпектерді. Сіздерге де кеңес беремін. Жасап көріңіздер. Өйткені бұл рецепт, кейбір рецепттер жаңағы майды өзіне сорып алады. Майлы болып тұрады қамыр. Кәдімгідей май болып. Бұл рецепт ешқандай майды сорып алмайды, тез піскендіктен. Одан кейін жұмсақ болады. Қарап тұрсаңыздар видеода. Менің видеом ұнаса, лайк баса кетіңіздер. Ас болсын.